Мафетте болсын, мотоциклде болсын, скоростың қарапайым тоқ жолы схемасы. Нейтралкамыз, бірінші скоростымыз 2, 3, 4 скорост. Енді мен сіздерге бүгін осы 4 скоросттың системасын көрсетейін. Енді бұдағы 5 скоросттық болсын, 6 скоросттық болсын, немесе нейтралканың өзі ғана болсын, дәл осы система бойынша жұмыс жасайды. Бұндағы нейтралка 1 мен 4-тің ортасында болсын, немесе 1 мен 5-тің ортасында болсын, не болмаса 1 мен 2-нің ортасында болсын, ол ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Ол тек коробканың өзгерісі ғана. Ал тоқ жолы барлығы бірдей жұмыс жасай береді. Бұндағы коробкадан шыққан бұл винос болып жұмыс жасаса, ал енді бізге үнемі келіп тұратын тоқ ол пилос болып келеді. Пилос үнемі осы скоросттарға жалғанып тұрады. Тек скорост өзгерген кезде ғана коробкадағы датчик бірінші, екінші, үшінші скоростқа минусты қосып береді. Сол арқылы біздегі скоросттың шырақтары немесе сипырлары жанады. Қандай да бір түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Сол туралы видео түсіріп каналға салатын боламын. Лайк басып қолдап отырыңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыздар. Ең арзан бағамен, ең жақсы сападағы мафет мотоциклдеріміз оптым және розница бағада сатылымда бар. 12 айға бөліп төлеу қарастырылған. Телефон нөміріміз 8705 244 48 00. Астына бағалардың сілтемесін қойып кетемін. Сол жерге өтіп, біздегі мотоциклдердің запчастарының бағаларын көре аласыздар.